Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный пирог жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салатын боламыз. Кейіннен жарты шай қасық тұз, қант, бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық разрыхитель саламыз. Үш ас қасық қаймақ. Және де бөлме температурасындағы сары майды салып, жұмсақ етіп, песочный қамырын илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ қамыр болып шығады. Жақсылап араластырып илейміз. Кейіннен илеген қамырымызды салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеле кетіңіздер. Жарты сағатымыз өткенше енді біз салмасын дайындаймыз. 500 грамм сүзбеге бір жұмыртқа, 3 ас қасық қаймақ саламыз. Мендегі үйдің сүзбесі, дүкеннің кез келген сүзбені қолдансаңыздар болады. Және де қант, бір шай қасық ванильный сахар қолданамыз. Ванильді сахар өз қалауыңызша қолдансаңыз да, қолданбасаңыз да болады. Және де осылайша блендердің көмегімен жақсылап езіп араластырып алатын боламыз. Барлығын араластырып болған соң, жаңағы песочный қамырымызды алып, екі бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігі үлкен, бір бөлігі кішкене болғаны дұрыс. Және де үлкен бөлігін осылайша қалыпқа салып, бір келкі етіп жаятын боламыз. Бұл песочный қамырды басқа да пирогтардың тестасына қолдансаңыздар болады. Вилканың көмегімен осылайша тесіп шықсаңыздар болады. Қамырымыз қатты көтеріліп кетпес үшін. Енді салмасын саламыз. Бір келкі етіп жаямыз қамырымызға. Осы уақытта пешімізді 180 градуста қыздырып қойғамыз. Үстіндегі қамырымыздың кішкентай бөлігін оқтаудың көмегімен жайып, қамырымыздың үстін сәндейтін боламыз.
Осылайша сәндеп 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Ас болсын баршаңызға.